Әбу-Насыр әл-Фараби қазақ даласынан шыққан ұлы ғалым, ойшыл философ, математик, астролог, музыка теоретигі. Ол 870 жылы Отырарда Өскер отбасында дүниеге келген. Отырар, Самарқан, Бұхара, кейіннен Мысыр, Халеб, Бағдат шаһарларында білім алған. Әбу-Насыр әл-Фараби түркі ойылшылдарының ең атақтысы, әлемнің екінші ұстазы атанған ғұлама. Тарихи деректер бойынша 70-ке жуық тіл білген, өздігінен көп оқып, 150-ге тарта трактат жазып қалдырды. Шығармаларында көне грек оқымыстыларының, әсіресе Аристотельдің еңбектеріне талдау жасады. Алғашқы кезде Әбу-Насыр әл-Фараби өзін ақын, әнші, күйші ретінде танытып, одан сол ежелгі грек ғалымдарының қол жазбаларының оқу арқылы күрделі ғылыми зерттеулерімен шұғылдана кіріскен. Әбу-Насыр әл-Фараби өз заманындағы ғылымның барлық салаларынан, әсіресе математика, астрономия, физика, жаратылыстану ғылымдарының көп мұралар қалдырды. Ғылымдар тізбегі деген еңбегінде сол кездегі ғылымды үлкен-үлкен 5 салаға бөледі. Тіл білімі және оның тараулары, логика және оның тараулары, математика және оның тараулары, физика және оның тараулары, метафизика және оның тараулары, азаматтық ғылым және оның тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы. Ғалым бұл ғылымдардың бәрінен пәннен анықтап, қысқаша мазмұнына тоқталады. Әбу-Насыр әл-Фараби әмбебап музыкант та болған. Саз аспаптарында ойнап, ән салған, өз жанынан ән, күй шығарған. Музыканың ұлы кітабы, ғұламаның әрі музыка жайында, әрі физика, математика жайында жазған тарихи үлкен туындысы. Мұнда музыкалық акустика мәселелері барынша кең қамтылып, дыбыстың табиғаты, тегі, таралуы жайында көптеген дұрыс, соны пікірлер айтылған. Ол 950 жылдары Сирияның Шам шаһарында қайтыс болды.